Қалқымай мына мен сияқты саудагерді мә деп 5-6 сүйбессеңіздер, питеп жүрек берсеңіздер, зат артық қымет. Мына дайыларды көріңіздер. Ұзындығы 1.40-ке. Мына неше реңі бар. Мен мыналарды сіздерге бір арзан қып берейін, қанша қып берсем болады. 280-нен қып берейін, қалқым. 450 топқа алып келген чапандар мынау. Бірақ мына жерде мына реңінен көп қамапты. Мынаның және бір көп реңі бар еді. Мынаны 199-дан қып берем, мынадан бір тал ғана қапты, қалқым мына жерін тіктіріп кисеңіз де болады. Мынау да 1.40. Жылияң оқшаш, бәрі дүз бірәнсет яңма, бірақ мынау да әлем әйбәттірен ғой, міне. Мынаны 199-дан қып бердім. Көрдіңіздер ме? Міне жерін тігіп етсеңіз де болады ғой, жырғын бірақ көп әзір. Жырғынау, қосық ешен әкемеп киіп жүр ғой. Өнен кейін мына рең. Міне, қалқым, бір-бірден киіліп. Мыналарды 280-нен. Бағана қойсысын кидім, өте гаужи шықты, көрдіңіздер ғой, міне. Мынаны алғы зараппа, ой, мен тек сүретілген дайы кием деген әпекесіңдер. Нақ үрімжеден 450-ден топқал келген малдар болатын. Әзір енді менде мал өте көп екен, мал жаңаланып жатыр. Сонымен қалқым кибасын, өте үлкені жоқ, ана балық акула дүзгіліге жоқ. Құры сол ғаңлау 3x-4x-тері қапты, мынау қызыл күреңі. 2x-3x-тері. Мына 75 кілінің маңай киесіздер, міне. Малдың сапасынан құсыр табылмайсыз, ерекше. Мына кибағаны мынандай жүн яңмау. Мындай реңдері бар, қалқы мынадан зат бар, мына жүн яңмау, мына өте қымбат жырай шығадына мен қарасын киіп алдым ғой. Ерекше мәдени шыққан мал. 65-тен қимыл қып бердім. Және мына қарасы бар. Міне, қара ұзын барма дегендеріңіз, міне. Бірақ қарасын 350 қып берем. Кезінде қарасынан мал жоқ, өзімде өте қиындықты алып келгем, шынын айтсам, міне. Көрдіңіздер ма? Өте әйбәт шыққан малдар, қалқым. Кім десе жарасады. Бұны да 72-73 күннің төмен жағып киіңіздер. Мыналар ділбеті ғой. Өненге мына қойсы бағанап келдім ғой. Қойсысы да өте гаужиген, артында түймелерімен. Мынаны кемпірлерге болмайды айтып қояны. Жастар киіңіздер. 50 жастың төмен жағы. Өте мәдени шыққан бән, қалқым міне. Қойсы темір реңді қоямыз ғой. Өнінге мына бас бетте менің ұнқат нөмірім бар, қосып алуды ұмытпаңыздар. Мына менің сатып жатқан үлкендер кәйі, ревматизмнің дәрісі, мынау 55-ке шықты. Мынау 65-ке шықты ревматизм. Сүйек буын қақсап ауырған. Бұл гайге сәл қарамаңыздар, өнінге балалардың мынадан 65-ке шықты, мына шетелдікінен 75-ке 2 шықты. Балалар гай, балалардың бар миын істетамаған, зейінін чоғырламындырамаған, тамақ ішпейді.